саған қандай әдемі қол өнермен жасалған, иә? Сүре менің түсінуім бойынша. Ал? Зарина, сіз оқынып түсініп тұрған шығарсыз? Бүгін андай бір картинаның күні болып отыр ғой, короче. Найда бір арабский өлең болып тұр ғой, короче. Арабская ночь деген сияқты ма. Ау, келмей тұр екен, иә. Болса ханым күшті, өте қатты қуанып қалдым. Бұл жерде, короче, аятүл курсы. Мен пайдинаны оқи алатынмын кезінде. Бірақ бір қайталап алсам пайде оқып бере аламын. Но сосын ең өзіме ұнайтын сүрені заказ бердім, сосын бүгін алып кеттік. Әдемі, өте әдемі екен, тастарымен безендірілген. Зарина? Рахмет, өте қуаныштымын. Маған негізі осындай сыйлықтар қатты ұнайды. Бір рет қолдаушыларым бір сөзбен жазып жіберген еді. Енді аят тұрса вообще күшті болатын болды. Үйімде бұйырса бөлмем осындайлармен толайын деп тұр ғой. Рахмет, қатты ұнады. Күтпедім еще бұндай сыйлық болады деп. Анда әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар дейді ғой. Негізі Тәуіржанмен кеше тоже әңгіме айтып отырған кезде де андай да осы нәрсені айтып беріп жатырмыз ғой, енді кеше осындай болып қалды деп. Бірақ енді бұл кісі де қатты көңілге алмақ қой, енді болып тұратын шығар, бұрынғы адам болғаннан кейін деген сияқты қылып жұбатуға тырысты. Қалай әңгіме өзгеріп кеткен білмейміз да, Тәуіржанмен ше. Ең соңында барып айтатын, мен жана жылап отырып жазып жатыр едім ғой сізге, хотя уже сразу ойым бөлініп, көңілім бөлініп кетті ғой, бәрін ұмытыр жердіңіз деген сияқты. Солай рахмет айтып, ол көңіл бөлулеріңізді андай сезіледі маған. Үйінде жүреді да, жұмыс істеп жүріп аудио жібереді, аяқ киім киіп атып дауыстар шығады да, бір кезде машинада отырады. Соның барлығы уақыт тауып, сондай көңілім тауып жатқаныңыздың барлығына көп рахмет. Енді өз сөзіңізбен айтсаңызшы. Рахмет деп басқаша айтатын едіңіз ғой. Қалай? Басқаша айтатыныңыз бар, осындай барлық жақсылықтарыңызды бағалаймын. Рахмет. Ой, сыйлық жүргені жақсы, әрине. Шынымен де қазірдің өзінде осылай сыйлық беріп, қуантып, жаңа ғана жылап отырған Заринадан түк қалған жоқ, сондықтан да менің ойымша, Тәуіржан сізбен жүріп мүлдем жыламасыншы. Қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Бұйырса? Енді мен айта алмаймын, вдруг менің какой-то нәрселерім жылат жүру мүмкін, мынандай мелочь нәрселер, поэтому я енді стараюсь. Дайын жер деп атқан сияқты айттыңыз. Дайын жер деп атқан сияқты. Жоқ, енді на всякий случай ғой, енді ешнәрсеге гарантия бере алмайсың бұл өмірде. Даже шыққаннан кейін 5 минуттан кейін не болатынын, мысалы да, Саддәулеттің жағдайы не болатынын, мысалы білмейміз ғой ешкімге, поэтому гарантия жоқ қой. Не істегің келіп тұр? Деп жатырмын, просто сені қосып жібердім әңгімеге. Сен адамдар ұмытпасын деп жатырмын ғой. Мен саған айтайын, 5 минуттан кейін мен реклама болады, әжетхана барып келемін. Тірлігімді істеймін. Бірақ енді қара, Гуджан, сен енді андай типа бүйтіп крючок тастап қойдың ғой, уайымдамай қой, қасыңдағы көмекшілерің де, өзің де маған еш нәрсе істей алмайсың сен. Иә, сен ханзадасың ғой өйткені. Мен ханзадалықтан бөлек. Гуджан, сен мені танисың ғой, не аласың онда? Мен сені танымаймын ғой. Сен мені танисың. Сен екеуміз жақсы. Жақсы жігіттер, рахмет. Иә, негізі жаңа айтып жатырмыз енді. Тәуіржан, сізге бір сұрағым бар еді. Қоя ғой. Өткенде сіз айтқан едіңіз, иә? Маған Зарина ұнайды деп айтып қалдыңыз. Сол сөздің сөз жайлы білгім келіп тұр. Сол процесс ұлғайып жатыр ма? Сол бір сезімдер, ойлар өсіп жатыр ма деген сияқты. Және де Зарина, сізге де сол сұрақ? Сұраймыз, дайындалып отырыңыз. Мен білмеймін, мысалы, менде мынандай нәрсе пайда болды да. Мен әкеммен сөйлескен кезде, мысалы, ең бірінші қыздың дініне қара деді, негізі. Мен әкем совет беріп жатыр да. Дініне қара деді, ата-анасын көр деді, мысалы. Сосын менде андай бір ой болды. Если екеуміз таныстығымыз жарасып жатса, мен мамамды Заринаның мамасымен бірге саяхатқа жіберуге, короче. Екеуі бұйырса, общение ұстап деген сияқты. Сосын уже мамам да айтады, сосын уже общий танысамыз деген сияқты. Енді сондай процесстер болады деп ойлаймын енді. Бірақ енді не обязательно сразу жүріп кету деген сияқты. Потому что мен папам айтты, қасыңдағы адамды қатты жақсы көру саған маңызды емес деді. Потому что ол адам саған просто ұнай бере берсін, жүрегіңе приятно болса болды деді, короче. Ал ол қатты жақсы көріп үйлену деген ол кезде уже андай стереотиптер бар да, типа сен қыз болсаң, сені жігіт адам қаттырақ жақсы көру керек деген сияқты. Или, например, қыздар хотят, чтобы жігіт больше любил деген сияқты. А мен хочу, чтобы все строилось на уровне уважения дейді ғой. Мен хочу, чтобы было так. Тәуіржан, сізге Зарина ұнай ма? Ұнайды. Ұнамаса мен не істеймін сөйлесіп вообще. Давно кетіп қалатын едім по идее. Зарина, сізге Тәуіржан ұнай ма? Мен Заринаның позициясын да білемін, потому что екеуміз де бұл туралы кішкене сөйлескен кезде бұл маған как жақын досым сияқтысыз деді ғой енді. Поэтому мен ойлаймын, что ондай сұрақты типа қойған кішкене. Бәрібір де ол жауап шықпайтын сияқты деп тұрсыз ба? Иә, бәрібір, потому что әлі есте сияқты, потому что дегенмен сұрайық. Не деп жауап береді? Өзіңіз бағыңыз сынап. Ал бағым сынап көрейін, Зарина, не деп айтасыз сұрағыма? Тәуіржан, сізге ұнай ма?
ұнай ма дегенде ұнай береді ғой, просто ұнаудың Сух, Тәуіржан, сіз меніңше жауапты естігіңіз мен келмей бүйтіп тұр. отыршы, айтып алсыншы. Ялып тұрмын. Ұялып тұрсыз ба? Иә. Денемді қойыңдаршы. негізі болса ханым, жаңа Тәуіржанның тарапынан да айтылып жатқан нәрселер менде де бір сондай сияқты, бір адамның жеке өзін қатты жақсы көру мүмкін емес сияқты да. Бір өмірге деген ұстанымдары, өз-өзін қалай ұстағаны, бір юмор. Зарина, сізге Тәуіржан ұнай ма? Мен Заринаның позициясын да білемін, потому что екеуміз де бұл туралы кішкене сөйлескен кезде бұл маған как жақын досым сияқтысыз деді ғой енді. Поэтому мен ойлаймын, что ондай сұрақты типа қойған кішкене. Бәрібір де ол жауап шықпайтын сияқты деп тұрсыз ба? Иә, бәрібір, потому что әлі есте сияқты, потому что Дегенмен сұрайық. Не деп жауап береді? Өзіңіз бағыңыз сынап. Ал бағым сынап көрейін, Зарина, не деп айтасыз сұрағыма? Тәуіржан, сізге ұнай ма? Ұнай ма дегенде ұнай береді ғой, просто ұнаудың Сух, Тәуіржан, сіз меніңше жауапты естігіңіз мен келмей бүйтіп тұр. отыршы, айтып алсыншы. Ялып тұрмын. Ұялып тұрсыз ба? Иә. Денемді қойыңдаршы. негізі болса ханым, жаңа Тәуіржанның тарапынан да айтылып жатқан нәрселер менде де бір сондай сияқты, бір адамның жеке өзін қатты жақсы көру мүмкін емес сияқты да. Бір өмірге деген ұстанымдары, өз-өзін қалай ұстағаны, бір юморға жақындығы, бір сондайсымен адам бір жағымды болады да. Сенің қасында жүрген кезде жаңа уақыт өтіп кетеді, қызық болады, ұялмайсың, ештеңкеден жатырқау болмайды. Мүмкін осы нәрселер бір деңгейге көтереді деп ойлаймын да. Бірақ енді ұнайды деп айта алмаймын, сол жақын дос сияқты көрем. Менде мынандай болады Айтып да. бол ма? Былай да. Жақындап қалдық. Кейбір секреттерім бар ғой, енді ешкімге айтпайтын. Иә. Тәуіржанға айтып қоямын да, білмеймін қалай. Ол да сондай. Анда прям айтпау керек деген нәрселерді. Демек ұнайды. Солай сияқты. Демек жақсы көреді дейді Ақерке мысалы. Бол ма? Қазір нақты ештеңе айта алмаймын просто. Все болды. Білмеймін, көреміз. Жақсы, уақыт көрсетеді дейсіз, Бірақ енді иә. иә, Дегенмен де Тәуіржанмен- жаңағы жүрегіңе жылы, жақын дегеннің барлығы бір ұнайды дегенге келетін сияқты. Және қайта-қайта көргім келеді дейтін дүние бар ғой, сізде ондай бар ма? Қалай? Қайта-қайта көргіңіз келе ма? Негізі былай екеумізде Тәуіржанның маған бостандық беретіні, қатты бір қинамайтыны ұнайды да, сол жағынан. И ешқашан болмапты, Тәуіржанмен болған сияқты таныстық. Бірінші рет болып тұр, басқаша болып жатыр. Негізі. Басқаша. Иә. Тәуіржан, сізде бола ма бір асығып мен қазір бүгін Заринамен кездесем деген сияқты? Кездесуге асығу деп айтамыз ғой. Асығу дей ма? Мен асықпаймын, по идее. Менде потому что ожидание